Алматы облысы Балқаш ауданы Аралтөбе орта мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен мемлекеттік коммуналдық мекемесінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Асанбекова Раушан Өтебаева. 2 сынып қоршаған орта бөлімі бойынша сабақтың тақырыбы сенбі күні сабақ аз. Сабақтың мақсаты суретті жоспар және тірек сөздер, сұрақтар негізінде шағын мәтінді мазмұндау. Сюжетті сурет негізінде сөйлеу. Алдымен балалар, сабағымызды бастамақ бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерімен танысып алайық. Сөздікпен жұмыс. Бүгін, сегодня, ертең, завтра, сенбі, суббота, жексенбі, воскресенье, хайуанаттар бағы, зоопарк, тау, гора, көп, много, аз, мало. Балалар, мәтінге назар аударамыз. Мәтінді түсініп оқы. Бүгін сенбі, ертең жексенбі. Әлібек саябаққа барады. Әнел ата-анасымен хайуанаттар бағына барады. Анна тауға шығады. Саша достарымен ойнайды. Балалар, енді осы мәтінді мазмұндаймыз. Ол үшін мәтінді мазмұндау үшін сұрақтарға жауап береміз. Бүгін қай күн? Ертең қай күн? Әлібек қайда барады? Әнел кімдермен саябаққа барады? Анна қайда шығады? Саша достарымен не істейді? Осы сұрақтарға жауап беру арқылы мәтінді мазмұндаймыз. Айтылым, балалар. Ал сендерге беріліп отырған тапсырмаға назар аударамыз. Бұл тапсырмада сендер әр қатардағы артық сөзді тауып, неге артық екенін түсіндіреміз. Мысалы, қалам, дәптер, күнделік, сейсенбі, кітап. Бұл қатарда артық сөз сейсенбі. Неліктен? Себебі қалам, дәптер, күнделік, кітап оқу құралдары. Ал сейсенбі апта атауы. Келесі қатарға назар аударамыз. Дүйсенбі, сейсенбі, қоян, сенбі, жексенбі. Бұл қатардағы артық сөз. Келесі арыстан, піл, өшіргіш, аю, қонжық. Бұл қатарда қандай сөз артық? Алма, сәбіз, шума, анар, алмұрт. Ал бұл қатарда қандай артық сөзді таптық? Келесі қатарымыз сурет, бояу, қарындаш, бейсенбі. Жарайсыңдар, балалар. Бұл тапсырманы да өте жақсы орындадыңдар. Енді келесі жазылым тапсырмаларын орындаймыз. Ол үшін балалар дәптерлерімізді алып, дәптер қаламымызды аламыз. Сендерге беріліп отырған тапсырмаға назар аударамыз.
Бұл тапсырмада көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Әлібек сейсенбіде ойнайды. Саша бассейнге барады. Анна қуыршақ ойнайды. Әнел дүйсенбіде тебеді. Бұл сөйлемдерге қажетті сөздер: сейсенбі, шахмат, дүйсенбі, әткеншек. Келесі жазылым тапсырмасына назар аударамыз. Балалар, бұл тапсырмада сөйлемді қажетті сөзбен толықтырып жазамыз. Балалар, өткен сабақтарда біз апта атауларын толық танысқанбыз. Бұл тапсырманы орындау үшін бізге апта атауларын толық еске түсіруіміз керек. Бастаймыз, балалар, сөйлемдерді. Бүгін дүйсенбі, ертең қай күн? Бүгін сейсенбі, ертең бүгін сәрсенбі, ертең қай күн? Бүгін бейсенбі, ертең қай күн? Бүгін жұма, ал ертең қай күн? Бүгін сенбі, ертең? Бүгін жексенбі, ертең қай күн? Толықтырдық па, балалар? Ал бәріміз бірге оқимыз. Бүгін дүйсенбі, ертең қай күн? Дұрыс. Бүгін дүйсенбі, ертең сейсенбі. Бүгін сейсенбі, ертең сәрсенбі. Бүгін сәрсенбі, ертең бейсенбі. Бүгін бейсенбі, ал ертең жұма. Дұрыс. Келесі: бүгін жұма, ертең сенбі. Өте дұрыс. Бүгін сенбі, ертең жексенбі. Дұрыс айтасыңдар. Бүгін жексенбі, ертең бейсенбі. Өте дұрыс. Жарайсыңдар, балалар. Тамаша. Бұл тапсырманы орындауда қандай да бір қиыншылықтар кездескен жоқ деп ойлаймын. Келесі тапсырмада, балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Суретке назар аударамыз. Осы суретке қарап, аптаның әр күнінде не істейтінімізді жазамыз. Мысал үшін, дүйсенбіде аптаның бірінші күні, яғни ол дүйсенбі. Дүйсенбіде тауға барамын. Екінші күн аптаның қай күні? Дұрыс, сейсенбі. Сейсенбі күні суретте не көріп тұрмыз? Доп, яғни сөйлеміз сейсенбі күні доп ойнаймын. Келесі суретте қандай сурет көріп тұрмыз? Саябақ. Үшінші күні аптаның қай күні? Сәрсенбі. Яғни сәрсенбі күні қайда барамыз? Саябаққа барамын. Өте дұрыс. Төртінші күнді атаймыз. Төртінші күн бейсенбі. Бейсенбі күні істеймін. Бейсенбі күні
жеткеншек ойнаймын. Келесі 5-ші күн. 5-ші күн, яғни жұма. Жұма күні не істейсіз? Жұма күні мультфильм көреміз, суретте қандай мультфильм көріп тұрсыңдар? Дұрыс, алдар көсе мультфильмі. Келесі 6-ші күн. 6-ші күн бізде қай күн? Сенбі. Дұрыс. Сенбі күні не істейміз? Сенбі күні сурет саламыз. Және де аптаның соңғы күні 7-ші күн жексенбі. Жексенбі күні не істейміз? Жексенбі күні таза ауада демаламыз. Дұрыс, балалар. Жарайсыңдар. Енді балалар үйге тапсырма аламыз. Үйге кітаптың 100-ші бетіндегі 2-ші тапсырманы орындаймыз.